Бисмилля, ассалату ассаламу аля расулилля. Алла жазса, бүгін біз Наср сүресін талдаймыз. Наср, Құранның 110-ші сүресі. Экранда барлығымызға көрініп тұр, иә? Экранда барлығымызға көрініп тұр, керемет. Так, естеріңізде болса, біз деген әрбір сүреге қатысты бір кішігірім өзіміздің системамыз бар еді. Системность бар жерде берекет болады ғой, иә? Система керек. Енді сол системамызды бір еске түсірейік. Біз әрбір сүрені қалай талдаймыз? Ең біріншісі біз түсу тарихын қарастырамыз. Қандай оқиғаға байланысты түсті? Жалпылама осы бір сүремен танысып шығамыз. Түсу тарихы. Екіншісі осы сүредегі хикметтерге тоқталамыз. Хикметтер, мағыналар, ғибраттар, қандай біз ой аламыз, Алла тағала бізге нені жеткізгісі келіп жатыр деген нәрсені. Және үшіншісі этимология, сөздерге тоқталамыз, араб тіліндегі әдемі сөздердің мағыналары, глубина слов. Иншалла, осы структура бойынша Наср сүресін талдаймыз. Наср сүресі жалпы барлығымыз білеміз, сол деген Құранның 110-ші сүресі. Енді ең бірінші оқып көрейік сүрені. Астағфирулла. Иза жаа насруллахи валь фатх. Когда придет помощь Аллаха и великая победа, что положит начало множеству последующих побед. Варайта нас ядхулюна фи диниллахи афваджа. И когда ты увидишь, как люди толпами вступают в религию Аллаха, фасаббих бихамди раббика вастагфир, иннаху кяна тауаба, то возвеличивай своего Господа, восславь его и проси у него прощения, ибо он тауаб тебя. Машалла. Так, енді түсу тарихына келетін болсақ. Жалпы бір сираны еске түсірейікші. Сира, пайғамбарымыз алейхиссалам 23 жыл пайғамбар болады. 23 жылдың бізде 13 жылы Меккеде өтеді. Сөйтіп, қалған 10 жылы Мединада өтеді. Осы Мединада бізде соңғы 3 жылды алсақ болады. Пайғамбарымыз алейхиссаламның ең біріншісі 8-ші жылы хижреттің 8-ші жылы пайғамбарымыз алейхиссалам Фатхул Мәкка жасайды, яғни Меккенің ашылу оқиғасы болады. Меккенің ашылу оқиғасы. Ол не деген сөз? Пайғамбарымыз алейхиссалам 13 жыл Меккеде дағуат жасайды, бірақ қатты қысымнан, қатты зомбылықтан, зомбылық болғаннан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам Алла тағаладан уахи келіп, хижрет жасауға болады деп, хижрет жасап сахабалармен кетіп қалады, Мединаға. И сөйтіп 8 жылдан кейін қайтып сол Меккеге келеді, сол Меккенің бүкілі ислам қабылдауына себепкер болады пайғамбарымыз алейхиссалам. Сондай бір оқиға, 8-ші жыл хижреттің. Қарай 9-ші жылы, енді Мекке деп айтып жатырмыз, оны Фатхул Мәкка, Меккенің ашылу оқиғасы. Мекке деген ол кезде араб түбегіндегі бүкіл тайпаларға, ұлттарға, адамдарға әсер ететін бір духовный центр деп айтсақ болады. Мысалға делік, христиандарда қазір Ватикан деп алайықшы. Ватиканда бір өзгерістер болса, Ватиканда бір папа римский бір нәрсе шығаратын болса, ол бүкіл христиан әлеміне әсер етеді ғой. Тура сол секілді Меккеде болып жатқан оқиғалар, бір іс-шаралар, олар бүкіл араб түбегіне әсер ететін еді. И Меккенің ислам қабылдауы, Фатхул Мәкка деген нәрсе, ол бүкіл араб түбегіне қатты тарайды. И сол кезде адамдар түсінеді, что Мұхаммед, яғни пайғамбарымыз алейхиссалам, ол жеңіске жетті, ислам ақиқат екен дейді бүкіл араб түбегі. Сөйтіп 9-ші жылы, келесі жылы Амул Уфуд болады. Арабша Амул Уфуд деп айтады. Орысша это год делегаций, тайпалардың жылы дейді. Себебі Мединаға өте араб түбегінен бүкіл тайпалар пайғамбарымызға келеді, исламды қабылдайды. Енді олардың да өзінің бір рәсімдері бар. Тайпалар жылы деп айтады. Тайпалар жылы мысалға давайте бір картаны ашайық, чтобы более түсінікті болу үшін біздің ойымызда бір түсінікті бір картина болу үшін. Карта барлығымызға көрініп тұр ғой? Так, мына қараңыздар. Мына Мекке, мына жақта Мекка, мына жақта Медина.
Қызылмен қызылмен белгілей салайық. Мына екі араб түбегі деп айтып жатқанымыз мынаның барлығы ғой. Осының барлығы елестетіңіздерші. Осы жақта бүкіл адамдар, қандай тайпалар, нелер бар, да олардың барлығы Мединаға келеді. Не үшін? Чтобы исламды қабылдау үшін. Исламды қабылдаған кезде олар өздерінің сапарларымен, өздерінің сондай бір рухани сапарларымен екі немесе үш аптаға келетін Мединаға келіп, сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам оларға ыңғайлы жерлер беріп, ыңғайлы бір комфортный условиялар беріп, олар екі үш апта сахабалардың қасында жүріп дін жайында любой сұрақтарын қоятын. Елестетіңіздерші, сондай бір мүмкіндік. Мысалға делік біз қазір алматыдан шығамыз да Мединаға барамыз да, ол жақта сахабалар болады да, сахабаларға ислам бойынша қандай қалаған сұрағымыздың барлығын қойсақ болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам осы жасақ болады. И солай екі үш апта келіп қонып, үйреніп, өздерінің жерлеріне кететін адамдар сөйтіп барып өздерінің жерлерінде исламды түсіндіретін. Осылайша амул уфуд, тайпалар жылы, год делегации осылайша қатты тарап кетеді. Сол жылы бүкіл араб түбегі исламды қабылдайды. Так, мына жақта бір кері байланыс алып жіберейін. Карта көрінді, иә, көрініп тұр, машалла, барлығы дұрыс естіліп. Жақсы. Енді амул уфуд болып жатыр. Иә, сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам қайта көптеген адамдарды қабылдап жатыр. И Мекке ашылғаннан кейін өте бір үлкен мүмкіндік ашылады, ол деген қажылық. Иә, пайғамбарымыз алейхиссалам Абу Бәкірді басшы қылдырып, бүкіл мұсылмандарға қажылық жасауына бағана жібереді, қажылық жасауға жібереді. Сол кезде ең алғаш бағана қажылық жасалды. Кімнің қол астында деген кезде Абу Бәкір ол қажылықты бастайды екен. Иә, пайғамбарымыз алейхиссалам себебі адамдарды қабылдап жатты дінді түсіндіру үшін. Сөйтіп ары қарай қарайтын болсақ, бізде уже 10-шы жыл болады. 10-шы жылы бізде хаджатул вада дейді. Хаджатул вада ол деген қоштасу қажылығы деп айтады. Хаджатул вада пайғамбарымыз алейхиссаламның соңғы қажылығы. Иә, осыдан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам уафат болады, дүниеден өтеді. Осылайша 3 жыл, соңғы 3 жылға қарайтын болсақ. И Наср сүресі бағанағы осы оқиғаларға байланысты түскен дейді. Енді ғалымдар әртүрлі айтады. Осы үшеуіне де қатысы бар дейді. Мысалы кейбір ғалымдар айтады, Меккенің ашылуы болмай жатып, пайғамбарымыз алейхиссалам осы сүре уахи етілді дейді. Мысалы елестетіңіз, пайғамбарымыз алейхиссалам әлі Меккеге барған жоқ, Меккені алған жоқ. Андай болады ғой, ең соңғы соперник. Мысалы жарыс бокс болсын, любой бір күрестен бір жарысқа барасыз да, ең соңғы сіз финалға жеттіңіз. Енді финальная битва болайын деп жатыр, Алла тағала сізге уахи түсіріп отыр, сен жеңіске жетесің. Себебі Алланың көмегі саған келді деген бір уахи келетін болса, адам қандай сезімде болады? Өте керемет, күшті сезімде болады. Тура сол секілді Меккенің ашылуы болмай тұрып пайғамбарымыз алейхиссалам Наср сүресі уахи етілді деген риуаяттар бар. Бір. Екіншісі, Меккенің ашылғаннан кейін, яғни 9-шы жыл бар ғой хиджреттің, оған дейін бұл уахи болды дейді. Не үшін? Себебі екінші аят. Сен деген адамдардың топ болып дінге кіріп жатқанын көресің дейді. И осы как раз таки тайпалардың барлығы келеді ғой, олардың барлығы ислам қабылдап жатқан пайғамбарымыз алейхиссалам көреді, және бүкіл мұсылмандар көреді деген бір риуаят бар дейді. Немесе үшіншісі осы қажылық хаджатул вада, қоштасу қажылығында 100 мыңдаған адамдар болды дейді. Елестетіңіздер, дін бұл дін бір ер адаммен, бір әйел адаммен, бір кішкентай баламен басталған. Хадиша анамызбен Хазірет Али радиаллаху анху кішкентай кезінде осындай дін 100 мыңдаған адамдар қажылық жасаумен аяқталады. 23 жылдан кейін үлкен жеңіспен бүкіл араб түбегі, қазіргі 7-8 мемлекеттің барлығы сол дінде. Осылайша үш түрлі риуаят бар. Жалпы қандай оқиғаға байланысты түскен деген кезде біз айтамыз, Меккенің ашылуына байланысты, немесе тайпалар жылы, амул уфуд, көптеген тайпалар Мединаға келген кезде ислам қабылдау үшін, немесе соңғы қоштасу қажылығында сен адамдарды көрдің, то что олар көп болып неге түскен дейді. Одан бөлек, енді бұл үш түрлі риуаят бар деген кезде көбінесе енді үшіншісін айтады, 10-шы жылда. Не үшін? Себебі осы сүре Құрандағы ең соңғы түскен сүре. Мұны да айта кетсек болады. Соңғы түскен сүре. Соңғы сүре целиком, бүтін болып, целиком болып түскен соңғы сүре да. Қараңыздар, бізде Құранда ең бірінші аят деген бар. Оны барлығымыз білеміз ғой, Құрандағы ең бірінші түскен аят қандай аят? Кім біледі? Жаза кетіңіздер чатқа.
Қайсы сүре? Оқы, да? Иқра. Ол деген 96-шы сүре, Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты. Иә? Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Жақсы. Енді ол қараңыздар, мысалы делік Алақ сүресі бізде 19 аяттан тұрады ғой. 19 аяттың барлығы бірдей түскен жоқ. Ең алғашында 5 аят түседі. Сөйтіп барып 14 аят түседі. Жеткізе алдым, иә? Сонда бірінші түскен аят бар, және бірінші түскен сүре бар. Ал ең бірінші түскен сүре қайсысы деп айтатын болсақ, бір түскен кезде барлық аяттары түсті. Ол деген бізде Фатиха сүресі деп айтады. Иә? Бір түскен кезде пайғамбарымыз алейхиссалам бүкіл аяттар уахи етілді. Мысалы, Бахара сүресін білеміз ғой, Бахара сүресі бізде 49 беттен тұрады, 286 аяттан тұрады. Пайғамбарымыз алейхиссалам ол уахи етілген кезде Жабраил алейхиссалам келіп, бүкіл 286 аятты, бүкіл 49 беттің барлығын оқып берген жоқ пайғамбарымызға, жоқ. Яғни ол ситуативно, этапқа байланысты 23 жыл бойы түсіп отқан сүре. Иә? Тура сол секілді бірақ разница. Бірінші түскен сүре бар, бірінші түскен аят бар. Ал енді соңғы сүре және соңғы аят деп қарайтын болсақ, бізде ең бірінші сүре, ең соңғы түскен аят, ол деген бізде екі риуаят бар соңғы аятқа қатысты. Ол деген Бахара сүресі, Бахара сүресінің Бахара сүресі немесе не сүре? Бахара немесе Маида сүресі. Маида сүресінің кеңізі бірге көрейік. Құранның Маида сүресінің 5-ші аят қателеспесем. Так. Al-yawma akmaltu lakum dinakum деп келеді. Так. 5-ші аят емес, 3-ші аят болса керек онда. Al-yawma yaisallazina. Мына қараңыздар. 5-ші сүре Маида, соның 3-ші аяты. Яқты арабша 3-ші строчкасын қарайтын болсақ, астауыз біле былай басталады. Кафару мин динихим фала тахшаухум вахшауни. Олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина. Осы ең соңғы түскен аят деген риуаят бар Құранда. Осыдан кейін аяттардың ешқайсысы түскен жоқ дейді ғалымдар. Осыдан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам уже бақилық болып Алла тағаланың құзырына көтерілді дейді. Бірақ та аудармасы қандай? Бүгін мен сендердің діндеріңді кемелдікке жеткіздім, нығметтеріңді толықтырдым, және сендерге дін ретінде исламға разы болдым деген Алла тағаланың сөздері дейді. Қандай күшті сөздер, андай ең соңғы болатын предложениеға, ең соңғы болатын сөйлемге лайықты. Бүгін мен сендердің діндеріңді толықтырдым, нығметімді, менің нығметімді сендерге тәмамдадым, және сендерге ислам дін ретінде исламға разы болдым дейді Алла тағала. Қандай керемет. Немесе екіншісі Бахара сүресінде келеді дейді. Уаттақу яуман туржауна фихи илалла дейді. Так, ол бізде былай аударылатын еді. Бахара сүресінің бір минут. Уаттақу яуман туржауна фихи илалла 230 аят тұрмайды. Уаттақу яуман туржауна 281 аят екен. Так. Екі жүз сексен бір, мына қараңыздар. Бұл екінші риуаят. Құрандағы ең соңғы түскен аят қандай деген кезде ғалымдардың екінші ойы, ол Бахара сүресінің 281 аяты, мынау аят. Уаттақу яуман туржауна фихи илалла сумма туаффа куллу нафсин ма касабат ва хум ла юзламун. Сондай бір күннен қорқыңдар, ол күні сендер Аллаға қайтасыңдар. Сөйтіп бар бүкіл нәпсі, яғни бүкіл рухтар туаффа, не нәрсені кәсіп етсе, не нәрсе жасса, соның барлығын алады, және олар зұлымдық көрмейді. Иә? Бұл да өте лайықты, андай былай қарайтын болсақ, соңғы аят болуға өте келеді деп тұр, иә? Түсіндік, сонда бізде соңғы сүре бар екен түскен, және соңғы аят бар екен. Соңғы аяттарды түсіндірек, Бахара сүресінің 281 аят, немесе Маида 5-ші сүренің 3-ші аяты екен. Ал енді ең соңғы түскен сүре целиком қайсысы деп айтатын болса, ғалымдардың көпшілігі ол деген Наср сүресі дейді. Наср сүресінің 3 аяты. Осы сүре пайғамбарымыз алейхиссалам дүние өтпей тұрып 70-90 күн бұрын түскен дейді. 70-90 күн. Целиком түскен сүре, иә? Осыдан кейін уже сүрелер целиком түскен жоқ. Бір бүтін болып түскен жоқ. Тек қана аят-аятпен түсіп отыратын дейді. Так, машалла. Бұл 281 керемет. Так, енді қараңыздар.
мына жақта бір аятқа қарайтын болсақ, аяттарға бізде Құранда қалай келіп тұр? Наср сүресінде 70-90 күндерге ең соңғы аятта әмір келіп тұр ғой, бұйрық рай, да? Фасаббих бихамди раббика вастағфир. Раббыңды ұлықта дейді, және истиғфар жаса дейді. Бұл жақта әмір ретінде келіп тұр, бұйрықтай ретінде. И осы сүре түскеннен кейін, осы аятта түскеннен кейін Айша анамыз риуаят етеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам бүкіл намазынан кейін былай дұға жасайтын еді. Субханак Аллахума бихамдик, Аллахума ғфирли. Я Аллахым, бүкіл мадақтар саған және кешірші мені. Аллахума ғфирли, Аллахым кешірші мені деп дұға жасайтын еді. Соңғы 70 немесе 90 күн өмір сүрсе пайғамбарымыз алейхиссалам осы дүниеде, онда сол бүкіл күндерде осы әмірден кейін сол әмірге бағынып кетті дейді Айша анамыз, иә? Қандай керемет. Сондай ғой, жалпы бағана тақуа, діндар немесе әулие болған адамдардың кәдімгі адамдардан айырмашылығы қандай деген кезде, олар деген сразу жасайды, олар күтпейді. Делік бізге бір әмір келетін болса, біз деген кішкене ойланамыз, оны қарастырамыз, ойланып көреміз, сөйтіп барып оны іске асырамыз ғой. Бірақ алла тағала оқы десе, пайғамбарымыз алейхиссалам не істейтін, мысалға делік мына жақта ұлықта истиғфар жаса деген еді пайғамбарымыз алейхиссалам, әр намазынан кейін осыны жасайтын болды, иә? Елесетіңіздерші. Немесе хиджаб аяттар түскен кезде де солай сипаттайды ғой. Хиджаб аяттар түскен кезде әйел адамдар, сахаба аналарымыз, олар деген күтпеген, мен қазір үйге барып, орамал тартып, сөйтіп барып қайтып шығамын далаға деген жоқ, жоқ. Олар деген тұрған жерден көйлектерінің астыңғы жақтарын жыртып, иә, сөйтіп барып соны сразу басына не істейтін, орап алатын. Мен деген амал еттім деп ше. Себебі ешкім гарантия бермейді ғой, біз үйге барамыз ба, бармаймыз, біз амал етіп үлгереміз ба, үлгермейміз ба. Моментально сразу жасауға тырысу керек. Вот в этом-то и разница, да, бізбен сахабалардың, бізбен әулие адамдардың. То что біз деген кішкене ойланып, асықпай не істеуіміз мүмкін, олар сразу жасайды. Хорошо. Енді біз бірінші пунктқа бір тоқталдық. Ол деген жалпы түсу тарихы, қандай оқиғаға байланысты, жалпы сүреге қатысты мәселелерге. Мына жақта айта кететін жайт бар. Бұл жақта сүре деген енді қараңыздар, бағана Меккенің ашылуы болсын, немесе Амул Фуд тайпалардың жылы болсын, немесе Хаджатул Вада соңғы қажылық болсын, олардың барлығы көп адам ислам қабылдауымен байланысты. Айтпақшы, пайғамбарымыз алейхиссалам осы сүрені оқып жатқан кезде сахабалардың арасынан Абу Бәкір жылайды. Ол оқығанды білесіздер, иә? Естеріңізде болса, Абу Бәкір жылайды. Яғни елестетіңіздер, қиын бір жағдайлар. Адамдар деген, мысалы бағана айттық қой, бокстан финалға жетті. Мысалы елестетіңіздер, Бекзат Саттарханов, да, Олимпиада болып жатыр, ол финалға жетті, бүкіл Қазақстан ар жақта балет етіп қарап жатыр. Сол кезде біреу келеді да, мысалы пайғамбарымыз алейхиссалам деген сияқты бір андай бір айтады, Бекзат Саттарханов жеңеді дейді, и барлығы қуанады, барлығы қуанады. Сол кезде бір адам арасында жылайтын болса, өте орынсыз ғой. Не үшін жылап жатсың? Себебі мына жақта финалда жеңіске жетіп жатырмыз, ислам ұтты, иә, деген сияқты. Вот. Абу Бәкір радиаллаху анху жылайды дейді. Не үшін жылап жатқан кезде? Себебі пайғамбарымыз алейхиссаламның миссиясы осы дүниеде аяқталғанда көзі жетті дейді. Пайғамбарымыздың миссиясы исламды тарату еді. А исламды барлық адам қабылдайтын болса, онда пайғамбарымыз алейхиссалам бұл дүниеде артық не істейді? Қараңыздаршы, андай бүкіл сахабалар қуанып жатқан жерде Абу Бәкір радиаллаху анху какой дальновидный, да, человек, қалай алыс болған, ұзақ болған, ана жақта тұрған нәрсені көріп тұр, и сол үшін жылайды. Демек пайғамбарымыз алейхиссаламмен жақын арада біз қоштасады екенбіз ғой дейді, иә? Вот. Енді бұл жақта сүренің өзі наср деп аталады. Бұл наср деген көмек деген сөз ғой. Наср деген ол победа немесе бағанағыдай жеңіс деп аударылмайды, иә, бір қызығы. Хотя бағанағыдай исламның жеңіске жетуімен байланысты да, хотя бұл сүре көмек деп аталады. Вот, не үшін? Аны қазір бірінші аятта біз ашып береміз ол мағынасын. Енді бір кері байланыс алайын. Бірінші пункт түсінікті ма? Су оқиға, жалпы сүреге қатысты мәселелер. Кері байланыс бере кетіңіздер. Әйтпесе өз-өзімен сөйлесіп жатқан сияқты болатын. Айтып кетіңіз, түсінікті отыр ма? Сұрақтар бар ма? Чатқа жазсаңыздар болады, иә, түсінікті, түсініксіз, менде сұрақ бар деп. Хорошо. Керемет. Енді нені жасауды, давайте, естеріңізде ма, жақсылықты таратайық, да, адамдардың егер пайдалы деп тапсақ, пайдалы дүниені естуіне себепкер болайық,
барынша бөлісейік, WhatsApp болсын немесе Instagram болсын, Facebook, қандай социальный платформалар бар, барлығында бізді белгілеңіздер, осындай тапсырып дәрістер бар, қатысыңыздар, аптасына 2 рет сөйлерді ашамыз, қазір қысқа сөйлеп жүрміз, енді бастап жүрміз, қатысаңыздар, нұр үстіне нұр болады деп, жақын адамдарыңызға тоже бөлісіп отырыңыздар. Самый легкий путь ол просто Instagram сториға белгілеу, да, отрывок из этого урока и пайдалы бір түсінген нәрсемен бөлісу. Мен ол насыр сүресінде мына нәрсені түсіндім деп эфирді бір белгілеп кетсеңіздер өте күшті болады. Басқа адамдар да мына жаққа қатысып, возможно, бір пайдалы бір дүниеге себепкер боламыз, иншалла. Жақсы, кеттік екінші біздің пунктқа тоқтайық. Біз деген хикметтерді, осы сүреден біз қандай хикмет аламыз, сол мәселеге тоқталайық. Ең біріншісі, енді қайтып сүреге қарайтын болсақ, бізде мынандай тұр. Иза жаа насруллахи вал фатх. Алла тағаланың көмегімен, қазақша переводты қосып қояйық. Алланың жәрдемі мен ұлы жеңісі келген кезде дейді. Алланың жәрдемі мен ұлы жеңісі келген кезде. Қараңыздар, ең бірінші Алла тағала жеңіс келген кезде деп тұрған жоқ. Алла тағала оның жәрдемі келген кезде дейді. Бірінші жәрдем, яғни көмек, сөйтіп барып жеңіс. И мынау деген өте маңызды нәрсе, көмек, сөйтіп барып жеңіс. Ең біріншісі көмек, сөйтіп барып нәтиже, результат. Адамның дұға жасауының форматын өзгертетін аят қой негізінде бұл ше. Не үшін? Себебі мысалы адамдардың барлығы табиғатында Алла тағаладан нәтижені сұраймыз. Я Аллахым, маған мынау нәрсені берші, маған денсаулық берші. Я Аллахым, маған мал дүние берші. Я Аллахым, маған мына нәрсені берші. Мен үйім соғылып жатқан еді, үйім тезірек бітсінші. Я Аллахым, мен анауым бар еді, мынауым бар еді деп тек қана сразу жеңісті сұрайды. Пайғамбарымыз алейхиссалам жеңісті сұрады ма? Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам в первую очередь жеңісті сұраған жоқ. Пайғамбарымыз алейхиссалам в первую очередь көмекті сұраған. Айырмашылық неде? Не үшін біз нәтиже, жеңісті емес, бірінші көмекті сұрауымыз керекпіз Алла тағаладан? Себебі жеңіс сұрайтын болсақ, бізде екі түрлі жол бар да. Ең бірінші жол, ол деген бізде берекесіз жол, немесе андай дұрыс емес жетілген бір нәтиже болуы мүмкін, егер біз көмек Алладан сұрамай тек қана нәтижені сұрайтын болсақ. Мысалға делік, елестетіңіздер бір дұға. Я Аллахым, маған мал дүние берші. Мысалға делік, қазір көптеген адамдар қажылыққа баратыр ғой. Алла жазса 18 ертең, бұйырса ертең уже бірінші группалар қажылыққа аттанады. Таныстарыңыз бар, возможно, қажылыққа бара жатқан. И қажылықта Арафатта тұрып барлығы дұға жасайды. И осы уақытқа дейін бірнеше қажылармен жолықтым, и олар айтады да, мен көп дұға жасадым дейді өткен жылдары қажылықта. И білесіз ба дейді, менің жасаған дұғаларым қазір 80-90% қабыл болды дейді. Мен шынымен сол жасаған дұғаларым көзіммен көріп тұрмын дейді. И қызық та, андай қажылыққа баруға мотивация, үлкен мотивация. И андай, мысалы делік, адам тұрады да дұға жасайды, Аллахым, маған мал дүние берші, маған мүлік берші деп айтуы мүмкін. Егер Алла тағаладан көмек емес, тек қана сразу сол мал мүлікті нәтиже ретінде сұрайтын болса, онда ол дұрыс емес жолмен келуі мүмкін. Мысалға, харам жолмен. Адам Алла тағала оған береді. Мысалға дейік, Алла тағала бағанағыдай мал дүние беруі мүмкін, бірақ халал жолмен емес, харам жолмен болуы мүмкін. Немесе адам деген өте үлкен стрессқа түсіп, сөйтіп барып ол мал дүниені алуы мүмкін. Ондай да варианттар бар да, адамдар деген жұмыста бүкіл нәрсесін қалдырады да, сөйтіп барып, бірақ ең соңында мал дүниеге ие болады. Немесе адамды өзінің денсаулығын жоғалтуы мүмкін осы мал дүниенің арқасында. Яғни адам деген тек қана нәтижені сұрайтын болса, ол деген андай хайырсыз бір жолмен келуі мүмкін. Сол үшін Алла тағала не дейді бірінші айтты? Иза жаа насруллахи вал фатх. Ең біріншісі насыр сұрауың керексің. Ең біріншісі көмекті сұрауың керексің, сөйтіп барып нәтиже. Сол кезде ол берекелі түрде экологичный, орысша айтатын болсақ, экологичный жолмен келеді дейді адамға. Бұл өте маңызды. Себебі жеңіл жолмен, берекелі жолмен, түсінікті жолмен нәтижеге жету үшін ең бірінші біз Алла тағаладан қандай да бір мұқтаждығымыз, қандай да бір көмек, қандай да бір сұрағымыз келген нәрсені ең бірінші Алланың көмегімен сұрауымыз керек. Я Аллахым, маған сондай бір нәрсені берші, осындай бір нәтижені, бірақ ең алдымен, я Раббым, маған көмектесші, осы мәселеге жетуге деп ше, маған күш қуат берші, я Аллахым, маған көмегің қажет, сөйтіп барып қана ол нәтиже керек деген нәрсе.
Бірінші аятты жеткізе алдың ба? Бірінші аят түсінікті болып жатыр ғой, иә? Бұл деген өте маңызды, себебі адамдарда дұрыс емес, барлығымызда ондай тек қана нәтижені сұрау деген нәрсе болуы мүмкін. Ондай нәрсе болмас үшін бірінші аят біз күнделікті намазда оқитын Наср сүресі осы нәрсеге көмектеседі екен. Иә? Жақсы, кеттік екінші аятқа кірейік енді. Екінші аятта бізде и сондай-ақ адамдардың лек-легімен Алланың дініне кіргенін көргеніңде дейді. Иә, көргеніңде деген кезде мына жақта өткен шақта тұр, байқап ма? Арабшада уарайта деп тұр. Та деген өткен шақ. Иә? И ол нені білдіреді? Пайғамбарымыз алейхиссалам көзі тірісінде ол адамдардың барлығы дінге кіріп жатқанын көреді дейді. Иә, будущее емес, посмертно. Бізде бағана мысалы алаштың зиялылары олар дүниеден өткеннен кейін ақталды ғой. Иә? Пайғамбарымыз алейхиссалам олай емес, дүниеден өткеннен кейін көптеген адам исламды қабылдаған жоқ, ондай емес. Пайғамбарымыздың көзі тірісінде көрді барлығын. Иә, осы бір не дейді, знак дейді. Я Расулалла, о Мұхаммед, сен деген көзің тірі кезде осының бәрін көріп кетесің. Енді қараңыздар, мына жақта көптеген адамдар дінді қабылдады, бірақ бұл қай оқиғадан? Мекке ашылу оқиғасынан кейін. Білесіздер ме? Мынандай бір тоже, жалпы бұны не үшін айтып жатырмыз бұл хикметтерді? Әрбір аят Құрандағы адамның мышлениесін өзгертеді. Бізде мынандай нәрсе бар ғой, Құранда бүкіл сұрақтарға жауап бар дейді. Құран деген бізге Google емес қой, Google. Иә, мысалға делік, окей, Google, сколько рыб в воде деген сияқты, сколько рыб в океане деген сияқты сұрақтар қоятын болса, Құран ондай сұрақтарға жауап бермейді. Жоқ, Құран бізге Google емес бүкіл сұрақтарға жауап беретін. Құранның артықшылығы, Құранның основной нәрсесі біздің ой өрісімізді дұрыстайды, біздің ойлау жүйемізді дұрыстап қояды. Бізде бәлкім дұрыс емес бір қағидалар, дұрыс емес бір установкалар, убеждениялар бар болуы мүмкін. Соны Алла Тағала осы аяттарды түсіндіру арқылы соны дұрыстап береді. Түсіндіре алдым ба? Бүкіл сұрақтарға жауап бар деген кезде дұрыс бағытқа жетелейтін сұрақтардың жауабы бар. Жеткізе алдым ба? Сол үшін талдап жатырмыз әрбір аятты. Мына жақта мысалы бірінші аятты біз түсіндік, потому что оказывается нәтижені сұрамау керек екен, потому что нәтиже ол хайырсыз жолмен келуі мүмкін. Наоборот, ең бірінші Алла Тағаладан көмек сұрау керек екен, сол хайырлы көмекпен хайырлы нәтижеге жету үшін. Иә? Андай бір ситуация бар еді ғой, Аллахым мен қари болуымды нәсіп етші, Аллахым мен Құран жаттауымды нәсіп етші деп адам қатты тілейді да, Алла Тағаладан көмекті сұрамайды да. И сондай бір өмірінде бір моменттер болып қалады, ол адамда ол түрмеге түседі. И түрмеде өте көп бос уақыт болады да, Құран болады дейді, Құран жаттап алады дейді. Бірақ ненің мақсатымен, ненің құнымен? Ол деген өзінің бостандығының құнымен Құранды жаттайды дейді. Иә, тура сол секілді біздің әрбір сөзіміз дұға жасаған кезде біз тек қана бір нәтижені емес, біз деген оның көмегін хайырлы жолмен нәтиже болуын сұрауымыз керек екен. Бірінші аяттан түсінген нәрсеміз осы. Екіншісі, көптеген адамдар не үшін дінді қабылдады? Мекке исламды қабылдағаннан кейін. Енді қараңыздар, бүкіл араб түбегі бар. Араб түбегі бақылап отыр, қарап отыр. Оларға да хабарлар жетіп жатыр. Меккеде, Мединада не болып жатқан, пайғамбарымыз алейхиссалам қалай тырысып жатқанын да барлығын түсіндіруге. Бірақ адамдар деген пайғамбарымыз алейхиссалам бәлкім Мұхаммедтікі дұрыс шығар десе де исламды қабылдамайды. Не үшін? Себебі адамдарда дұрыс емес бір понятие бар. Не нәрсе көпшілік қолданса, сол нәрсе дұрыс деген. А на самом деле ондай емес. То есть истина, она не меняется от количества. Да, осы бір мәселе. Истина, запомните, истина не меняется от количества. Ақиқат деген адам санына қарамайды. Ақиқат ол ақиқат. Егер біз мысалға ол ақиқат екенін көріп тұрсақ, оны адамдардың көбісі түсінбесе, оны көре алмаса ақиқат екен, онда оны қабылдау керек, оған қарай бару керек. Иә, сол үшін деген адамдар санына қарамаңыздар. Адамдар санына қарамаңыздар. Енді мысалға келсек, егер салыстырмалы бір мысал келтіретін болсақ, китайский машиналар шығар деп ойлаймын. Енді китайский машиналар, білесіздер ме, басына Қазақстанға келген кезде, ой, ол Қытайдың машинасы, ол анандай мынандай деді. Қазір 50%, 60% практически барлық Қытайдың машиналар ғой, таксида немесе күнделікті қалада жүрген кезде барлық қытайлардікі. Ақиқатқа теңестіріп жатқан жоқпын енді, бірақ адамдар былай ойлайды да, бір-екі адам ғана сатып алса, да, мысалы ең басында китайский машиналар, ой, ол онша емес қой деп айтады. Бірақ олар резко көбейіп кететін болса, негізінде жақсы екен ғой деп айтады. Видите, қалай адам өзінің ойын өзгертеді, переобувается, да? Так не надо. Наоборот, бірінші өзің көруің керексің, сөйтіп барып адамдардың ойын тыңдамауың керексің. Шынымен сондай ма, сондай емес пе, өзің көзің жеткеннен кейін ғана бір тұжырым шығарасың, соған сәйкес әрекет етесің. Жеткізе алдым ғой, бұл мәселені. Вот.
истина, ақиқат, иә, ешқашан адамдардың санына байланбаған. Иә, себебі қияметте де бір адамдар болады дейді, хадистерде келеді. Бір адам ол бүкіл бір адам бір үммет. Мысалы біз пайғамбарымыз алейхисалам үмбеті. Иә, әрбір пайғамбардың өзінің бір үмбеті бар ғой. Иә, тура сол секілді бір адам бір үмбет болып тұрады дейді. Елестетіңіздер, бір адам бір пайғамбар. Иә, пайғамбарлар 124 мың, немесе екінші хадисте 224 мың пайғамбар бар болды дейді ғой. Иә, елестетіңіздер, сол 124 мың пайғамбардың арасында өзінің қауымын шақырғандар бар, бірақ олар кірген жоқ ислам өздерінің діндеріне, иә, ақиқат дініне. Сол кезде бір ақ адам тұрады дейді. И ойламау керек та, то что егер тек қана мен ғана оны жасап жатсам, аз адамдар жасап жатса, ол деген дұрыс емес деп. Жоқ, ақиқат деген ешқашан санға қарамайды. Иә, енді давайте үшінші аятқа келейік. Фасаббих бихамди раббика вастағфир. Демек, сен Раббыңды ұлықта және истиғфар жаса дейді. Арасында ол тәуап, алла тағала тәуап, тәубені қабыл етуші. Енді қараңыздар, мысалы бағана Бекзат Саттарханов, мысалы бокс финал дедік, иә, финалда егер бір адам жеңіске жететін болса, олимпиаданы жеңді, барлығы оған аплодисмент ұру керек қой, о, құтты болсын, машалла, керемет деп не істеудің орнына, алла тағала айтып тұр, бағанағыдай шапалақ нелер емес, яғни сен ең бірінші очередь сен Раббыңды оқта жеңіске жеткен кезде, ең екінші очередьте сен истиғфар жаса дейді. Расында алла тағала тәубелерді қабыл етуші дейді. Қараңыздаршы, қызық, иә, андай адам жеңіске жеткен кезде, мысалы елестетіңіз, сіз жеңіске жеттіңіз да, адам деген мысалға делік, сіз жеңіске жеттіңіз да, бір жарысқа бардыңыз өзіңіз, иә, и жарысқа барған кезде сіз жеңіске жеткеннен кейін адамдар сізге о, құтты болсын демейді, сен Раббыңды ұлықта дейді, сөйтіп барып саған истиғфар жаса дейді. Андай былай қарасаң мәссаған деп ойлайсың ғой, қалай екен деп, бірақ расымен сондай екен. Иә, не үшін давайте қарастырайық. Сонда таспих керек ең біріншісі, екіншісі истиғфар керек. Енді өте түсінікті нәрсе, мынау деген Насрдың формуласы ғой, Наср дегеніміз көмектер, алла тағаланың көмегі келу үшін қандай формула екен? Ең бірінші очередь адам таспих жасау керек, потом истиғфар жасау керек. Егер осы нәрсені жасайтын болса, алла тағаланың тарапынан көмек келеді деген бір формула деп түсіндірсе де болады бұл мәселені. Қараңыздар, таспих деген ол в первую очередь өзіңе приписывать етпеу, өз-өзіңді мен жеттім, мен күштімін, мен мықтымын деп айтпау. Иә, в первую очередь. Яғни мысалы елестетіңіздер, адам деген не үшін тоқтап қалады? Мынандай ғой, жеңіске жету қатты қиын емес, ұту бір нәрседен қатты қиын емес, бірақ сол ұтқаннан кейін сол мен жеңімпаз деген статусты сақтап отыру ол қиын. Мысалға делік, бір рет олимпиаданы алған адам бар да, и ол олимпиаданы 4 жыл сайын ұстап тұрған адамдар бар. Ол деген гораздо өте қиын да. И осы бір формула, қалай жеңіске жеткеннен кейін сол жеңіс ары қарай қалыпты болып тұру. Адамдардың көбісі бір рет жеңіледі де, сөйтіп түсіп кетеді, иә. Вот, ең біріншісі таспих, өз-өзіңе приписывать етпеуің керексің. Мен жеттім, мен ұттым, мен мықтымын дейтін болсаң, яғни адам эгосына байлайтын болса, ол всегда құрдым ғой. Эго бар жерде құрдым да ол. Яғни мен бар жерде Алла жоқ, Алла бар жерде мен жоқ дейді. Тура сол секілді, егер бағана Алласыз адам мен жеттім деп, мен деп кететін болса, ол өткен дәрісте Абу Лахабтың мысалын келтірдік қой. Мен ең сұлумын, мен ең баймын, мен ең влиятельный адаммын дегенді алла тағала ең соңында не істеді? Оны тозақтың әкесі қылдырды, иә? Немесе истиғфар. Біріншісі, не үшін таспих керек деген кезде, чтобы өз-өзіңе приписывать етпеу үшін. Екіншісі истиғфар. Истиғфар деген ол мұқтаждық. Адам өзін бір күнә жасаған кезде, яғни күнәнің кешірілуін қалайды, талап етеді. И соған сәйкес ол истиғфар жасайды. Мұқтаждықтың белгісі ғой истиғфар жасау. Егер адам истиғфар өзінің өмірінде жасамайтын болса, ол мұқтажсыздықтың, мен күнәһар адам емеспін, мен күнә жасаған жоқпын деген адамның бір өмір салты. Вот. Сол үшін истиғфар состояниясында болу керек, всегда мұқтаждық состояниясында болу керек. Егер адам жеңіске жеткеннен кейін мен жеттім, және я ни в ком не нуждаюсь, я самодостаточный, я тут самый сильный дейтін болса, ол өмірден таяқ жейді. Оны барлығымыз білеміз, оны барлығымыз көргенбіз. Иә? Бірақ егер адам жеңіске жеткеннен кейін мен емес, ол Алла,
ол алла деп айтатын болса, сөйтіп бір мұқтаждық состояниесында, я раббым, маған ары қарай да сенің көмегің керек, я раббым, мен ары қарай да жүруім керек деген бір состояниеда жүретін болса, вот сол кезде нұр үстіне нұр болады. Иә, алла тағаланың көмегі солай келеді екен. енді мына жақта мынау формула дедік қой, таспих плюс истихфар, ол тең көмек. Иә, ол қалай жүреді, қараңыздар. Егер адам алла тағаланың көмегі, мысалы делік, бір нәтижеге жету үшін алла тағаланың көмегі керек дедік, бірақ ол көмек пайда болу үшін ең бірінші біз өз өзімізге байламауымыз керекпіз бүкіл нәрсені. Екіншісі мұқтаждық состояниесі деген, яғни всегда бір дуа состояниесінде болуымыз керекпіз. Осы екеуі ұштасқан кезде адамның өмірінде көмек пайда болады, сол көмектің арқасында ары қарай нәтиже пайда болады. Иә. Нәтиже жоқ кезде осыны жасаймыз, бірақ нәтиже бар кезде нәтижені ары қарай сақтап қалу үшін де осы нәрсені жасайды екенбіз. Андай бесконечный цикл ғой. Жеткізе аламын ба бұл ойды, бұл формуланы? Түсінікті болып жатыр ғой, иә? Мына түсінікті. Иә, түсінікті, машалла, керемет. Жақсы, енді жалпылама айтқан кезде осындай бір мына жақта иннаху кәна тауаба, бұл да өте маңызды. Не үшін алла тағала тәуәп деген есімі келіп тұр, осы сүреден кейін. Таспих және истихфар алла тағала арасында нені қабылдаушы. Бұл жақта қараңыздар, не ғой, пайғамбарымыз алейхиссалам истихфар жасау дейді, пайғамбарымыз алейхиссалам күнә жасады ма десе, жоқ деп айтамыз, иә. Себебі біздің ақидамызда, матруди ақидада пайғамбарлар маусум деп білеміз. Маусум деген күнәдан қорғалған, иә. Пайғамбарымыз алейхиссалам күнә жасамаған болса, не үшін истихфар дейді? Себебі пайғамбарымыз алейхиссаламға қарап біз бой түзейміз, иә. Вот, иннаху кәна тауаба, алла тағала арасында тәубені қабыл етуші. Не үшін алла тағаланың жеңіс, адам бір көмек алла тағаладан алғаннан кейін, жеңіске жеткеннен кейін, не үшін алла тағаланың тәубені қабыл етуші деген есімі келіп тұр? Қызық, негізі. Алла тағаланың бағанағыдай Джалил деген есім бар да, ұлы, немесе әл-кабир деген есімдер бар. Ол кейін жоқ та, тәуәб деген есім келіп тұр. Не үшін деп айтатын болсақ, себебі адам истихфар халінде жүрсе, әрдайым бағана жеңіске жеткеннен кейін гордыня, эгосы оянбай, ары қарай тәубе состояниесінде жүрсе, ол оның жолын ашады дейді. Тәубе деген всегда адамның жолын ашады. Бір аят бар ғой, сендердің сынақтарың дейді, сендердің өздерің қолмен жасағандарың үшін дейді. Алла тағала сендерге жамандық тілемейді. Алла тағала адамдарға жамандық тілемейді. Бірақ адамдар өздерінің күнәлары үшін осы дүниеде жауап береді дейді. Вот тура сол секілді, егер бірақ адам всегда истихфарда жүрсе, всегда бір тәуәп состояниесінде жүрсе, алла тағала қайтып, онда ол адамның жолы жеңілдейді. Егер мысалға делік, өмірлеріңізде бір көмек керек болып жатса, бір мұқтаждық бар болатын болса, онда тәубе жасау керек деген сөз. Таспих жасау керек, ең бірінші. Таспих, Алланы ұлықтау керек. Екіншісі истихфар жасау керек. Сол кезде алла тағаланың көмегі бәлкім бізге ашылады, алла тағаланың мейірімі бізге келеді. Вот. Қысқаша осылай сені бір қарастырдық. Бұл жақта енді сөздер ғой бізде, пункттарға қарайтын болсақ, ең бірінші біз түсу тарихын қараймыз, сөйтіп түсу тарихынан кейін хикметтерді қараймыз, және сөздер. Сөздерге тоқталатын болсақ, бұл жақта бір байқалатын сүре, ол деген таспих деген сөзді ашып берсек болады, сөйтіп жаа деген сөзді ашып берсек болады араб тілінде. Жаа деген, мысалы арабша ата деген сөз бар да, ата деген ол келу және кету. Ал жаа деген келу и қайтпау. Алла тағаланың көмегі келген кезде дейді, болды, ол ары қарай уже қайтпайды. Мысалы ислам қатты тарап кетті ғой, енді бүкіл араб түбегі ислам қабылдайтындай. Ол басталғаннан кейін ол уже жоқ болып кетпейді. Жаа деген сондай бір етістік. Алла тағала осындай бір сөзді қолдану арқылы жеткізіп жатыр бізге, то что болды, ислам ары қарай бағана тек қана кеңейе береді. Шынымен тарихқа қарайтын болсақ, тарих ол нәрсеге куә. Абу Бәкір радиаллаху анху, Хазірет Омар радиаллаху анху қалған бағана Персидская империя, Римская империя, соның барлығын жаулайды да, ислам деген тек қана ұлғая береді. Жаа деген, алла тағала көмек келеді, жеңіс келеді деген кезде, ол қандай жеңіс екенін де жаа деген сөзбен сипаттап кетті. Ол келіп, сөйтіп жоқ болып кететін жеңіс емес, жоқ, ол келіп, ары қарай кеңейе беретін де осындай жеңіспен қалатын сондай бір көмек дейді. Сөйтіп таспих деген сөзге тоқталатын болсақ, саббаха юсаббиху таспих, ол деген сабаха деген етістен шығады. Сабаха деген бізде жүзу, Алланы ұлықтау деген сөз, жүзу деген сөзден шығады екен. Елестетіңіздерші. Қалай, андай қызық бұл нәрсе.
Не үшін жүзу? Себебі адам осы дүниенің бір функциясы бар. Осы дүниенің мынандай бір функциясы бар, адамды жұтып қою деген. Адам деген сынақтарда, бір проблемаларда, дүниеде всегда кіріп кетеді да, жұтылып кетеді. Вот сондай жұтылып кетпеу үшін, осы дүниеге кіріп кетпеу үшін, батып кетпеу үшін адамға жүзіп отыру керек, батпау үшін жүзу керек. И сол таспихы ол осы дүниеге батпаудың бір көмегі, бір инструменті десек болады. Егер Алланы ұмытпай, егер Алланы ұмытатын болсаңдар, алла тағала сендер өздеріңді кім екендеріңді ұмытқыздырады дейді ғой Бақара сүресінде. Сол себепті осы дүниеге батып кетпеу үшін біз всегда таспихта жүруіміз керекпіз, раббымызды ұмытпай жүруіміз керекпіз, раббымызды мадақтап. Осы сөздерге тоқталсақ болады. Жалпылама алған кезде осымен біздің Наср сүресінің тәпсірі бітті. Иншалла енді келесі дәрісте біз Кафирун сүресін қарастырамыз. Сол сіздерден сұрайтындарымыз иншалла бөлісіңіздер да, көбірек шәкірттер, кісілер бұл дәрістерге қатыссын. Давайте бәріміз бірге дамиық. Мына жақта тәпсір деген өте қызық нәрсе. Өте қызық нәрсе. Тәпсір деген, яғни Құранды тек қана мысалы Наср сүресін біз күнделікті оқимыз ғой намазда. Бірақ оның мағынасын уже түсініп оқыған кезде өз-өзімізге бір напоминание ретінде болады. Ең біріншісі, Наср сүресін оқығаннан кейін мен дұға жасаған кезде тек қана нәтижені сұрамауым керекпін. Мен деген алла тағаланы в первую очередь көмекті сұрап, сөйтіп барып қана нәтижені сұрауым керекпін. Сөйтіп барып ақиқат деген ол адамдардың санымен ешқашан өлшенбейді. Ақиқат ол ақиқат деген нәрсе. Сөйтіп барып алланың көмегін қалай келтіруге болады деген кезде, ол деген Алланы ең бірінші ұлықтау керек екен. Ең бірінші Алланы ұлықтау керек емес, сөйтіп барып истиғфар жасауымыз керек. Сол кезде Алланың көмегі келеді деген нәрселерге мән беріп тұрып намазды оқитын болсақ, ол кезде нұр үстіне нұр болады. Ол кезде саналы түрде саналы мұсылман боламыз. Бізде Хак Академида сондай ғой, не дейді еді, цитата емес, девиз емес, слоган дей ма, қалай айтады? Хак Академи саналы ислам әлеміне қадам бас. Біздің жеткізгіміз келетін нәрсе тек қана просто мұсылман болудың қажеті жоқ. Саналы түрде мен не айтып жатырмын намазда, мен нені Құдайға күніге айтып жатырмын, күніне 5 рет немесе 7 рет, сол нәрсені түсініп адам не істейтін болса, тек қана оның ақылы және тілі емес, оның жүрегі де сол кезде ояу болады. Сондай ниетте жалпы жасалып жатқан дәрістер саналы түрде мұсылман болуға шақыратын. Барлықтарыңызға алла разы болсын. Сол сұрайтын нәрсеміз көбірек бөлісіңіздер, қатысыңыздар, кері байланыс беріңіздер. Бұлдарға өзіңіз сабақ бересіз бе? Мен сабақ беремін негізінде академияда, бірақ жиі сабақ бермеймін. Оффлайн біздің орталыққа келсе, оны сөйлесіп көруге болады, сабақ берсем болады. Мысалға делік қажылыққа кететін адамдар болды. Олар да кәдімгідей өзінің бір запростарымен келді. Мен бір аптаның ішінде Құранға түсіріп бере аласыз ба деп іздеп келді. Сөйтіп ол кісілермен қажылар ғой енді. Ұлы сапарға аттанатын адамдар, Арафатта тұрып дұға жасайтын адамдар. Олардың просьбасын бір қабыл алып, не істедік? Сол дәрістерді бір аптаның ішінде Құранға түстік. Аллаға шүкір. Бір шәкіртпен Бақараның 17-ші бетіне дейін жеттік, екінші шәкіртпен 7-ші бетке дейін жеттік Бақараның. Яғни елесеңіз, бір аптаның ішінде адам деген нольдан ештеңе, алфавитті де білмейді, тәжвид ережелерін де білмейді. Ең бірінші ал әріптерді жаттады, сөйтіп тәжвид ережелерін үйретті, оқып бастады, үй жұмысын да орындады. Осының арқасында шәкірттер иншалла Меккенің алдына барған кезде дұға жасап, Құранды оригиналдан оқып отырады. Сол секілді, яғни біздің академияға жазылсаңыздар да, иншалла бізде әрекет жасап, солай шәкірттерге Құранға түсуіне, араб тілін үйренуге, саналы түрде мұсылман болуына көмектескіміз келеді. Алла разы болсын. Біздің немізде традициямыздай, салт дәстүрімізде қазір чатты біз 10 минутқа ашамыз. Сол кезде өздеріңіз кері байланыс бере кетсеңіздер. Кері байланыс деген кезде тек қана Алла разы болсын, бәрі күшті болды деген нәрселер емес, жоқ, ондай емес. Ең бірінші очередь өздеріңіз не түсіндіңіздер осы сабақтардан, сол нәрсемен бөлісе кетсеңіздер. Немесе не нәрсені толықтырсақ болады осы сабақтарда, соған байланысты кері байланыс берсеңіздер, бір оймен бөлісіп. Сол, Алла тағала баршамыздан разы болсын. Иншалла айтқан нәрселерімізге амал етуді нәсіп етсін Алла тағала. Айтқан, амал еткен адамдардың арасында ықыласты болуымыз нәсіп етсін. Сол ықыластылардың арасында ең соңына дейін жететін адамдардың қатарынан болуымыз нәсіп етсін. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким.
وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.